Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін біз тефтели сорпасын пісіріп үйренеміз. Алдымен сары майымызды ертіп, оған жуа, сәбіз, картоп қосып және томат пастасын қосып қуырып аламыз. 5 минуттай қуырылған соң қайнаған су құямыз және оған тұз қосамыз. Картоп пен сәбіз піскенше фаршымызды дайындап аламыз. Фаршқа күріш қосамыз. Ұсақтап туралған жуа, тұз, бұрыш және де соңғы ингредиент жұмыртқа қосып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Араластырып болған фаршымызды дөңгелектеп, осылай тефтели ретінде жасап қоямыз. Қайнап жатқан сорпамыздың үстіне дайын болған тефтелиларымызды саламыз. Отымыздың астын басып 15 минутқа қаппағын жауып бұқтырып пісіріп аламыз. 15 минуттан соң дайын болған сорпамызды ыдысқа салып ұсынсаңыздар болады. Ешқандай бытырамай пісіп шығады. Ас болсын, сіздерге де дайындауға кеңес беремін. Рахмет.